Түнгі сағат 2:30. Біз Зарина екеуміз тауға өте жиі келеміз. Жақсы көреміз. Тазалашы. Әдемі. Бүгін Зарико машина айдап беренді. Бұл деген сөз байқаласы. Зейне деген сөз ғой. Иә. Қолымызда чай. Күшті таза. Бүгін екеуміз де ұйықтап болғанбыз ғой. Бәріңіз іздеп жатыр екенсіздер. Эфирде. Ертең боламыз бұйырса эфирде. Достар, енді мен Әсемнің подписчигі көп екен білем. Енді мен Әсемнің подписчигі настолько живый ма, енді нақты адамдар болатын болса, менде қазір достар 10 мыңға 2-ақ мың подписчик қалды. Мен енді ойлап тұрмын, Әсем қазір менің Әсемнің адамдары маған өте алам екен деп ойлап жатырмын. 2000 подписчик бір түнде жинап тастайтын болсаңыздар, сіздерге мен сыйлығым бар. Не бересің? Ертең эфирден шыққаннан кейін сол сыйлықты айтатын боламын сіздерге. 10 мың подписчикке жеткізсем қайда? Сенем енді Әсемнің подписчиктеріне. Мен аудиториям. Қоша сен смакелет. Спорласам смакел. Неге спорласамыз? Расулға десең. Жоқ, спорласайық. Әсем, если сен живой подписчиктерің болса, мен натуре саған не істеймін? Подарка берем сен. Достар, мен уф деп шүкір деп үйіме жеттім. Негізі бүйтіп қараған уақытта осы қыздар неғып бүйтіп күшті жүрмейді деген сияқты қылып ұстайтын едік та енді нені бір сомнение дейма өзінше болып ше. Бірақ енді өзім басыма түскеннен кейін түсіндім, что ол жерде кәдімгідей уайым болады, ответственность болады и кішкене қобалжып қалғаным бар. Бұйырса ертең видеолар шығатын болады. Сол видеосы шыққаннан кейін сіздермен де міндетті түрде бөлісемін. Енді мен модель ретінде съемкаларға барып жүргеніммен дефилеге алғашқы рет шығып тұрмын. Тем более бұндай ауқымды дефиле енді Евразия Fashion Week деген, ол білесіздер Қазақстан бойынша номер 1 показдардың бірі болып есептеледі. Сондықтан волнение қатты болды и адам саны да өте көп болды негізі. Бірақ енді біздің коллектив дизайнері өте ақкөңіл күшті кісі болғандықтан бір болады ғой, өзімді уверенно ұстадым деп айтсам да болады. Сол үйге шаршап келдім. Қазір енді Расул деп болады. Расулдың қасында.